Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін 2017 жылы оқыған үздік кітаптарым жөнінде айтып бермекпін. Енді жылдың басынан менімен таныс подписчиктерім білет. Өйткені мен осы жылға 100 кітап оқу туралы мақсат қойған болатымын. Алайда өкінішке қарай мен ол мақсатыма жете алған жоқпын. Десек те 50-ге жуық кітап оқыдым. 100 кітап оқу мәселесі ол бәрібір 2018 жылға сол күйінде мақсат болып қалады. Енді Алла қаласа 2018 жылы 100 кітапқа жеткіземін деген ойдамын. Артымнан өздеріңіз де көріп тұрсыздар, менің сүйікті жазушыларым негізінен. Мұнда өзім бір қабырғаға арнайы солай жақсы көретін кітаптарымды, сүйікті жазушыларымның кітаптарын жабыстырып қойдым. Солардың ішінде мына қабырғада тұрған Жапонның атақты жазушысы Юкио Мисиманың «Золотой храм» деп аталатын кітабы. Бұл алтын ғибадатхана туралы көп нәрсе айтуға болады. Бұл менің бір жан дүниеме сондай қатты әсер еткен, одан кейін жан дүниемді бір төңкеріп тастаған кітап болды деп айтсам болады. Оның алдында мен бірінші Юкио Мисиманың өмірбаянымен таныстым. Бұл сондай жігері мықты, шебер жазатын, өте Жапонның мықты жазушыларының бірі екен. Сосын алтын ғибадатханасын оқығаннан кейін тіпті жақсы көріп кеттім. Мұнда негізінен Киото қаласындағы бір сонау орта ғасырдан бері келе жатқан ғибадатхананың тарихы, оны қалай бір баланың өртеп жібергені жөнінде айтылады. Енді бұл өте сондай бір тамаша кітап, мүмкіндігінше оқысаңыздар деп кеңес берем. Осы кітапты оқығаннан кейін менде Жапонияның ішінде осы Киото қаласына барып, сол ғибадатхананы көру туралы бір ой пайда болды. Өйткені ол ғибадатхана әлі де тұрған көрінеді, кейін әрине жөндеу жұмыстары жүргізілген. Енді мұнда негізінен қалай айтсам екен, бір адамның ішіндегі махаббаттың соншалықты бір құртатын да, бір нәрсені жоқ қылатын да күші бар екені жөнінде айтылды десем де болады. Махаббаттың бір талас тартысы, адамның жан дүниесіндегі талас тартыс, немесе бір білмеймін, адам назарын аудару үшін түрлі жағдайларға барады ғой, бір сондай нәрселер. Енді өте тамаша кітап. Енді барлығын айтып қоймайын, сіздерге қызық болмай қалып жүрер. Сондықтан өздеріңіз алып оқысаңыздар деген тілегім бар. Енді екінші кітап, жалпы биылғы жылы мен өзіме Орхан Памук атты жазушыны аштым десем болады. Өйткені осыған дейін Орхан Памуктың атын естігенмен кітаптарын онша оқымаған болатынмын. Енді бұған негізінен Орхан Памуктың екі кітабының қазақ тіліне аударуы себепші болды деп айтсам болады. Бірі Сезім музейі, екіншісі Менің атым Қырмызы кітабы. Ол туралы мен көп әлеуметтік желідегі парақшаларымда жаздым. Әсіресе Менің атым Қырмызының қатты ұнағанын жаздым. Сол менің бүгін айтатын екінші кітабым, ол Менің атым Қырмызы. Енді бұл кітапта туралы да көп нәрсе айтуға болады. Сондай тамаша кітап, бізге қазақша аударылғанда енді біршама қателер болса да, қазақша аударылғанның өзі жақсы. Сондықтан оны да міндетті түрде оқыңыздар. Менің атым Қырмызыны қайдан аламыз деген сұрақ туында жатса, онда Фолиант баспасының сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Сол жақтан алсаңыздар болады. Мені таң қалдырған, маған әсер еткен үшінші кітап туралы айтар болсам, ол әрине өзіміздің отандық жазушы Тұрысбек Сәукетайдың «Мен жындымын» деген аталатын кітабы. Алғашында «Мен жындымын» деген атауы мені біршама тартты. Кітап дүкенінен көрген кезде ойладым, неге бұлай жазды екен, қызық екен деп әрине бірден сатып алдым. Ал оқығаннан кейін тіпті адамды елітіп алып кетті. Өйткені басында шынымен күле бастайсың. Ал бір уақытта қарасаң, сен шын күлкің келгеннен емес, ызадан күліп отырғаныңды байқайсың. Өйткені Тұрысбек Сәукетай сондай біздің қоғамды, біздің жалпы айналамыздағы, әсіресе осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарды сондай тамаша суреттеген. Өзіңді де танисың, айналаңдағыларды да танисың бұл кітаптан. Тіпті маған Тұрысбек Сәукетай осы кітап арқылы өзін жазып отырған секілді көрінді. Өйткені айналасында Герольд Бельгер секілді бір жазушыларды да келтіре кетеді, айналасынан дағы өзінің араласып жүрген жазушылары негізінен. Енді маған қатты ұнады кітабы. Бұл кітапта қолжетімді, меломанның кез келген нүктелерінде бар. Сондықтан барып сол жақтардан алып оқысаңыздар болады. Тілі өте жеңіл, баяндау тәсілі де жеңіл. Үлкен қызығушылықпен оқып шығасыздар деген ойдамын. Келесі бір айтатын кітабым, ол
Джон Кеханың «Подсознание может все» деген кітабы. Жалпы биылғы жылы мен мидың жұмысына қатысты, одан кейін подсознание, түйсік дейді ғой, түйсікке қатысты көп кітаптар оқыдым. Солардың ішінде осы Джон Кеханың кітабын екінші рет биылғы жылы қайталап оқыдым. Осыдан бір 4 жыл бұрын қателеспесем оқығанмын, бірақ ол кезде дайын болмаған секілдімін. Ал қазір оқыған кезде мен мүлде басқа қырынан ашылды деп айтсақ болады. Өзі мынандай ғана кішкентай кітап, бірақ соған қарамастан өте сондай анық жазылған, адамның андай миымен немесе жүрегімен не нәрсеге сенсе, сол нәрсенің барлығының орындалатыны жөнінде адамға өте қатты мотивация береді. Сондықтан егер сіздерде бір болашақтарыңызға қатысты немесе басқа да бір көптеген дүниелерге қатысты бір күмән, күдік көкейіңізде жүрсе, онда осы кітапты оқып шығыңыздар. Өйткені бұл сіздің көңіліңізді, күдігіңізді сейітіп, миыңызды тыныштандыруға, жалпы ой пікіріңізді реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар болашақ арман мақсаттарыңыздың орындалуына да бір себепші болады деген ойдамын. Енді 5-ші кітапқа келген кезде мен қатты ойландым. Өйткені маған ұнаған кітаптар көп, ана кітапты да қосқым келеді, мына кітапты да қосқым келеді. Тіпті діни кітаптар бар еді, соларды да қоссам деп ойладым. Тіпті бір уақытта жылдың басында оқыған Грег Мортенсонның «Три чашки чая» деген кітабында қосқым келді. Немесе «Подпольные девочки Кабуланы» да айтқым келді. Енді көп нәрсені қосқым келді, бірақ аяғында мен олардың барлығын сырып тастап, Омар Жәлелдің «Харекетіне» тоқталғым келді. Өйткені «Харекет» мен соңғы жылдары оқыған кітаптарымның ішіндегі бір қазақ жазушыларының бір үздік кітабының бірі деп айтсам болады. Өйткені мұндай зерттеу еңбек, ғылыми еңбек болғанына қарамастан, сондай тілі түсінікті және мал табу, кәсіп табу жөнінде бір керемет талдаулар жасайды. Әсіресе бұл кітап туралы есімде, мен Тұрсын Жұртбайға сұхбат алуға барған кезде, ол кісі сондай сүйсініп, бізден кейін абайтанушылар бола ма, болмай ма деп ойлап жүрген кезде, міне осындай тамаша кітап жазылыпты деп мен оқымастан тұрып, бір кітапқа аннотация беріп кеткен еді. Енді қазір оқығаннан кейін мен ол кісінің неліктен сүйсінгеніне көзім жетті. Мұнда Абайдың сөздерін, Мәшһүр Жүсіптің сөздерін сондай керемет талдайды. Енді мен андай нағыз рухани азық алдым деп айтсам болады. Сондықтан адам, кәсіп бастағысы келетін адам, немесе бір өміріне мотивация жетпей жүрген адам болса, онда міндетті түрде Омар Жәлелдің «Харекетін» оқып шықса деген кеңесімді берер едім. Міне осы 5 кітап менің биылғы 2017 жылғы ұнатқан, көңілімнен шыққан кітаптар. Олар енді тіпті көп, мен барлығы туралы да айтқым келді. Бірақ әрине, оның барлығы бір видеоның аясына сыймайды. Сондықтан 2018 жылы кітапты оқи сала бірден сіздерге айтып беріп отырамын деп ойлап отырмын. Сондықтан осы мен ұсынған 5 кітапты оқып шығып, одан кейін пікірлеріңізбен бөлісесіздер. Және егер де сіздер оқыған болсаңыздар, онда осы видеоның астында комментарий ретінде пікір қалдырасыздар деген ойдамын. Жалпы қандай кітап оқып жүрсіздер, қандай кітап сіздерге осы жылы әсер етті, ол туралы осы видеоның астында комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер маған бір ұсынатын кітаптарыңыз болса, ол туралы да айтыңыздар. Жақсы кітап оқиық, кітаппен дос болайық. Келесі кездескенше. Жазыласыздар ғой, иә?